Саламатсыздар ма? Бүгін біз шалбарды қалай дұрыс қысқартуын үйренеміз. Мен сізге көрсетіп жатқанымдай, әуелі замер снимать етіп алдым. Міне мына жерде 15 сантиметрге қысқарту керек болып тұр шалбарды. Біздің енді размеріміз нестандартный болғандықтан алған фабричный шалбарларды осылай әрқашан қысқартуға тура келеді. Бойымыз кішкентай, енді азиат елдеріміз ғой. Міне 15 сантиметрді өлшеп алдым сызғышпен. Сол 15 сантиметрді белгілеп шығамын. Етегінің астынан 15-15 қылдырып өлшеп, сабынмен өлшеп шығамын. Сосын бір-бірімен қосқан кезде міне осындай түзу сызық шығады. Қазір міне барлығын осылай түзу сызықпен сызып шығамын. Бұл шалбардың қайырылып тұратын жері. Міне қазір көрсетемін сізге. Міне көріп тұрғаныңыздай, енді тігуім керек. Тігу үшін көріп тұрғаныңыздай бір қайыруым керек, екі қайыруым керек. Сол кезде каждый қайырымға 2 сантиметрден қалдырғанда 4 сантиметр кейін қарай шегінем. 4 сантиметр кейін қарай шегінгенде мана 15 сантиметр, сонда 11 сантиметрді етегінен бастап аламын да 11 сантиметрден өлшеп шығамын. Не көріп тұрғаныңыздай мына жерде 4 сантиметр, 2 сантиметр былай, 2 сантиметр былай қайыру үшін. Сонда 11 сантиметр қайтадан жаңағы әдіспен барлық жерге белгілеп шығамын да бір сызық қылдырып, бұл жерде енді фабричный тігілген жерден түзу түсу үшін астыңғы жағынан сызғышпен өлшеп алып жатырмын. Өзіңізде тіккен кезде сенімді болу үшін 11 сантиметр кесіп сызып алып жатырмын. Бұл классикалық шалбар емес, енді джинсы сияқты, бірақ матадан тігілген шалбар болғандықтан оверлоксыз тек қайырып тігетін қылдырып қысқартып жатырмын. Міне бірінші балағын болдым. Екінші балағын дәл сол мана сіздерге көрсеткен әдіспен қайталап шығамыз. 15 сантиметр қайырлау керек ұзындығы, 11 сантиметр кесу керек ұзындығы. Мен қайшымен кесіп алуым керек қой. Сон сияқты әрі қарай дәл осылай қайталаймыз. Енді сіз бұл видеоны қарап жатқасын, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Әрқашан қолдап жүрулеріңізге өтініш. Міне осындай, дәл осылай міне сызып жатырмын. Бұл әдіспен джинсы шалбарды тігулеріңізге болады. Енді классикалық шалбар ер адамдардікін айта алмаймын, бірақ әйел адамдардың классикалық шалбар, балағы тігілетін, смашинамен тігілетін, балағы тігілетін шалбарлардың барлығын осылай істей беруіңізге болады. Мен бүкіл шалбарларды осылай тігемін, өйткені балаларым бар, өзім бар. Енді қазақ болғасын, аяғымыз қатты ұзын адамдар емеспіз. Сондықтан әрқашан сатып алған шалбарды кесуге тура келеді. Мен оны қайта-қайта ательеге барып тапсырып жүрмеймін, осылай үй жағдайында кесіп. Міне екінші мана 11 сантиметр жерден кесіп жатырмын, көріп тұрғаныңыздай қайшымен. Қиып алып жатырмын. Міне қиып болдым. Енді міне қарасаңыз, бір қайырып, екінші қайырған кезде сіздің манағы сызығыңыздың үстіне түсу керек. Сол кезде міне сызылған сызық клиенттің или өзіңіздің аяғыңыздың аяқ киіммен шақ тұратын етіп қайыруға арналған сызық. Міне енді смашинамның қасына келдік. Енді көңіл аудармай қойыңыздар, менің смашинам көне, бірақ сонда да осы смашина құтты, біраз нәрсені тігіп жүрмін. Міне бір қайырасыз. Бірінші қайырған кездегі қайырымыңыз манағы өлшеп алған сызықтан үстіне түсу керек. Сол кезде ровно болып түседі сызық. Мына ішкі балағының ішкі тігісінен бастап
қайырып тігіп бастайсыз, қайырасыз. Міне көріп тұрғаныңыздай, егер ыңғайсыз болса булавкамен түйреп алуыңызға болады. Мен үйреншікті болғандықтан булавкамен түйремей тіге беремін. Барынша түзу етіп тігуге тырысыңыз. Бірақ мен уже көптен тігіп жүргесін түзу болып тіге беретін болғасын, міне осылай бастап тігіп кеттім. Осылай айналдырып тігіп шықсаңыз, ішіне қарайсыз, әне бетіп келтіріп қоясыз. Грубый тігіс жеріне келгенде жайлап өтсеңіз болады, өйткені енеңізді сындырып жіберуі мүмкін іс машинаңыздың. Осылай бәрін тексеріп отырып, бір айналдырып тігіп шығасыз. Шалбарыңыздың түсіне келетін жіп болса болғаны. Міне осылай айналдырып тігіп шықтым. Осыдан жақсылап өтектеп алып, шешкеннен кейін әдемілеп ары қарай кие беруіңізге болады. Ары қарай тағы да тігесіз. Осылай айналдырып шалбарыңызды үй жағдайында өзіңіз тігіп, оп-оңай тігіп алуыңызға болады. Бір 15-20 минут уақыт алады. Қарағандарыңызға рахмет. Каналды қолдап, лайк басып қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар. Міне осындай балаға қайырылған шалбар болып шықты. Қарағандарыңызға рахмет.